Дауыс па? Дауыс естіп тұрмын. Так, все. Пока, Фарито. Бәріне қайырлы кеш, қалайсыздар? Так. Мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Егер даусым естілсе, өйтіп қалдырсаңыздар. Рау, сәлем. Ерасыл. Сәлемет, рахмет үлкен. Менде бар, альхамдулилля, шүкір жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Индира. Так. Барлықтарыңыз жиналыңыздар, сосын айтамыз. Көріп тұрғандарыңыздар, мен как обычно жатақханадамын. Даусым естіліп тұр, иә? Кеттік. Бүгінгі жалпы эфир қандай болады? Бүгінгі эфир біздің Блимстейшнға жалпы тіркелген, осы уақытқа шейін тіркелген біздің оқырмандармен болады. Енді қазір кім запрос тастайды, соларды мен қабылдаймын. Сол себепті маған кезекпен кезек запрос тастаңыздар. Мен сіздерді қабылдау арқылы сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беремін. Тілектеріңіз болса, тілектеріңізді тыңдаймыз. Сол осындай бір басқаша бір форматта өтетін болады. Одан кейін ертең 1 июньнен бастап бүкіл Турцияда қалалар, жолдар ашылады, оқулар ашылатын болды, ресторандар, кафелер, сол сияқты бұрынғы бұрынғы өмірімізге қайта келеміз. Сол себепті жақын арада бізде Қазақстанға келеміз. Сол себепті сіздерді көруге бізде асықпыз. Так, Айсемок, нас, кеттік. Так, қазір Назбен қосылайын деп жатырмыз. Біздің... Ой, Наз, сәлем! Так. Чё-то қатып жатыр. Айдан? Ой, сәлеметсіз бар, Қалайсың? Так, барлықтарыңа сәлем, жалынды сәлем. Бізге Назеркеде интернет слабый болған білмеймін. Енді біз қазір Айданды қостық. Айдан біздің красавица, Шымкенттен. Түркістан облысы, Кентау қаласы. Так, кеттік Айдан, бірінші өзіңді таныстыр. Тоже сен біздің тіркелген студенттердің бірісің. Жалпы Блимстейшнға бір қандай да бір сұрағым бар ма, немесе тілегім бар ма, не үшін Блимстейшнді таңдадың? Қазіргі біздің салып жатқан ақпараттарымыз сені мотивация бере ме, саған пайдалы болып жатыр ма? Сен басқа да бір мектеп бітіретін 11 сынып оқушыларына кеңес берер ме едің? Осындай форматта. Қысқа 6, максимум 10 минут. Аха, жалпы айта өтсем, мен өзім колледж бітірушісімін. Алдыңғы жылы колледж бітірдім. Енді белгілі бір себептермен өзім қалап өнер академиясында оқуға түскен болатын. Сондықтан ол жақтан жүрегім қаламағандықтан, енді все-таки айтады ғой, өзің жүрегің қаламаса, егерде ол жақта оқудан қажет жоқ дегенде, ол жақтан оқудан шығып кеттім. И потом мен өзім бұрыннан бері негізі турецкий сериалдарды көп қарайтын, бірақ ол себептен Түркияға түскім келмеді. Өйткені мен осыған дейін естідім, что Түркияда білім сапасы өте жоғары дегенде. Сондықтан сол жаққа қарай тартып тұрды. Мен осыған дейін ешқандай компанияға олай обращаться етпеген, как бы оқуға түсуге байланысты. И осындай бір құдай бұйырып осы компанияға келдім дейсің, иә? Иә. Айдан, көңілің тола ма жалпы
көңілің тола ма біздің жұмыстарымызға? Сен көріп жатсың стористарды, интервьюді, жалпы біз тікелей байланыстамыз, сен тіркелген күннен бастап. Көңілің тола ма біздің жұмысқа? Иә, әрине, мен Нұргүл ханыммен өзім WhatsApp арқылы кәдімгі сөйлесіп, күніге не қылып тұрамыз. Және де Так, Айданда что-то интернет, бәріне Қазақстанда интернет нашар ма? Мен түсінгенім бойынша. Так, Айдан қазір қайттан көрейік. Запросты отқан шығар. Солай, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осылай рет-ретімен сіздерді қабылдаймыз. Сұрақтарыңыз болса, немесе... Да, Ерасыл, кеттік. Так. Так. Интернетке байланысты, мне кажется. Қазақстанда интернет... Ой, Ерасыл! Қайырлы кеш, апай, қалыңыз қалай? Қалайсың, күнім, қалың қалай? Ой, біздің Жақсы, Ерасыл. өзіңіз? Рахмет, күнім, бізде бәрі жақсы. Жаңа Айданада да Назеркеде де интернет что-то слабый сияқты. Қазақстанда, да, мне кажется. Қазір сені көргеніме өте қуаныштымын. Сен жезқазғаннансың, да? Бірінші өзіңді таныстыр, кім боласың, одан кейін неге Білім Station таңдадың, Білім Station саған ұнай ма, біздің жұмысымыз деген сияқты осы сұрақтар. Әлде тағы да бір сұрағың болса сұрақ, тілек болса тілек, мархабат. Аха, жақсы. Қайырлы кеш, достар, қалдарыңыз қалай? Құрметті Білім Station студенттері, сіздермен жолыққаныма өте қуаныштымын. Мен есімім Ерасыл Болат. Танысқаныма да өте қуаныштымын. Ал енді көп созбай, уақыттан озбай, сіздермен Білім Station жайлы сөйлесек, яғни оған қалай таптым, мысалға, қандай мотивация береді деген секілді сауалдарға жауап берсем. Ең алдымен мен Турция жайлы, оқулар жайлы YouTube платформасынан іздейтінмін да. И сол кезде, былай қарап отқан кезде, Дәурен ағайдың видеосын көріп қалдым. Опа, обложкасы күшті екен деп ашып қарасам, видеолар деген керемет бар ғой ана жердегі. Таң қаласың. Еще Нұргүл апайымыздың кәдімгідей ана Сакария университетін таныстырғанда кәдімгі аузын ашып қалсын. Ой, қой құрсын. Кіріп инстаграмдарын көрейін, танысайын деп. Көрмеймін ба? Сосын былай қарағанда сіз неше түрлі прямойлар өткізесіз, типа қорықпаңдар, барлығы еркін түрде дегенсе, мен өзіме жүрегіме сенімділік пайда болды да. Содан кейін тағы да сіздермен мамандықтар жайлы таныстым. Осылайша міне Білім Station'да не только мотивация, не только білім, бұл жерде кәдімгідей көп адамдармен танысасың да. Мысалға Гүлдар апай, Гүлдан апай, Седат көке, оның бәрі чего стоит мысалға. Олардың гидтері деген секілді. Мысалға, сол арқылы мен Білім Station'нан неше түрлі тәжірибе алмастым десем де болады. Сол арқылы мен мотивация да алып үлгердім. Сіздерге көп-көп рахмет. Табысты еңбек тілеймін, студенттеріңіз тек қана алға дегім келеді. Әмин, рахмет, алтыным. Көрдіңіздер ме, біздің Ерасылдың енді мен айтамын, Ерасыл керек, кел деп, осындай бізге талантты керек, себебі біздің команда әрбір студент болсын, барлығы бізге орны ерекше, себебі осындай талантты жастарды неге біз әлеміне көрмейді, осылай қазақ деген әрқашан бір керек. Себебі Ерасылдың таланты өздеріңіз көріп тұрсыздар, тамақты қалай дайындайды, дауыстың бір талант. Себебі қарайсыз, достар, біз Білім Station'ға келген әрбір тіркелген баланы біз уже как студентім сияқты көремін, әрқайсысын зерттейміз, кімнің қандай қабілеті бар. Себебі әрбір баланың қабілетін аша білу керекпіз. Осы біздің тек қана келіп түсіріп қана қоймау, это аяқта екінші ата-анасы да, апасы да, не айтайын, сестрасы да, барлығы боламыз. Себебі сіздер бір үйдің баласындай бауырмал болу керексіздер. Әрқашан кеңесімізбен бөлісіп, жол көрсету керек болса көрсетіп, әрқашанда беруге, біз всегда қолымнан келгенде мен және ұжымым бірге атсалысамыз. Сол себептен рахмет, осындай қолдау білдіріп, поддерживать етіп сіздеріңіз бізге мотивация береді. Осы байқаған шығарсыздар, біз үшін сапа, сенім ең басты орында. Енді апай,
қалай? Давайте мен сізге көп қойылатын сұрақтарды қойын да, мысалға Блимстейшннің көбінесе мынандай сұрақтар келіп жатады да, мен байқап жатамын ана прямой эфирлерде. Мысалға кейбір адамдардың, мысалы балалардың денсаулығы жарамай қалуы мүмкін, мысалы көзі көрмейді деген секілді, жақсы көре алмайды, немесе тағы да бір денсаулығында ақаулықтар болса, онда ол Түркияға түсе ала ма деген секілді сұрақ. Әрине, айтады ғой, оқимын, іздеймін деген адамға үнемі әрқашанда бір жол бар да. Сол себепті егер менде әлі осы уақытқа шықтай бала кездесіп көрген жоқ, бірақ егер кездесетін болса, мен қолымнан келген бар жолды табуға тырысамын. Әрине келсін, мархабат, оқимын деген, ізденемін деген балаға неге кездеспеске? Әрбір жол табылады дейсіз ғой. Иә, әрине. Мен всегда сіздерге айтамын, өлген адамның бәрін істеуге болады деп, сол сияқты нәрсенің өзінің бір жолы бар деген сияқты ғой. Сол үшін қорықпаңыздар. Ерасыл, сен өзің енді бірге жатсың. Сен кеңес берер ме едің вообще осы Блимстейшнда өзінің қатар айтады ғой, сенімді ма деп, енді бізде енді жатыр деген сияқты некоторыйлар. Не айтар едің сен аз ғана уақыт ішінде? Құрметті, мысалы, көріп отырған жандар, көзқарақты көрермен, ешқандай да уайымдамаңыздар. Өйткені Блимстейшнді көптен бері бақылап жүрмін, өте сенімді, тек қана сапаға жұмыс істейтін жандар болғандықтан, тек қана сене беріңіздер, қорықпай, шетелдерде білім алу деген өте керемет. Сол себепті таспаңыздар. Егер де ата-аналарыңыз жібермей жатса, ондай мәселелер болып жатса, барлығын шешуге болады. Тек қана оның жақсы жағын. Мысалға, сіз 5 жыл бардыңыз делік, оқыдыңыз, жарайды 6 жыл, иә? Зато сіздер 6 жыл ата-аналарыңыздың қастарыңызда болмасаңыздар да, ертең 6 жылдан кейін оның 100 еселеп сіздер мысалға жемісін берерсіздер деген келеді. Сол себепті тек қана саспаңыздар, қорықпаңыздар, тек қана жүректеріңізде сенімділік болғай. Ал енді басқа қатысушылар сөйлейді. Енді сөз кезегін берейік. Ерасыл бүгін бізде Блимстейшнда қонақта болды. Енді қазір живой енді көрмесек те, офлайн көрмесек те, виртуальный түрде біздің қонағымыз болды. Рахмет жаным. Қайырлы кеш, мама папаларым. Рахмет. Көріскенше күн жақсы. Вот, достар. Көп рахмет. Рахмет, алтыным, сау бола ғой. Көрдіңіз бе, достар? Сіздерге бұл интервьюдің өзін сіздерге осылай мотивация беру үшін, біздің Блимстейшнның қаншалықты шынайы екендігін көрсету үшін, өткен апталарда біз ата-аналармен де интервьюлар болды. Сол себепті барлығы шынайы түрде. Так, кеттік. Аружан. Мына жерде запрос өте көп, шыны керек. Барлығын қабылдап үлгере алмай отырмыз қазір. Ой, терпен. Арука! Сәлеметсіз апай. Қалайсың күнім, қалың қалай? Жақсы. Кажется, біздің балаларды көрген кезде мен неге қуанып жатырмын? Уже танимын, біздің аудиторияда кім бар, кім тіркелді, одан кейін қалай айтайын, қазір біз Аруканы живой көрген жоқпыз, Ерасылды да, бірақ Инстаграмнан, всегда WhatsApp'тан уже 724-қа байланыста отырғаннан кейін ыстық. Так, Арука, қалайсың өзің? Қалың қалай? Қайсың ал енді? Кімсің? Таныстыр енді. Қазір тіркелген студенттердің бірісін, иә, Блимстейшнға? Кеттік, давай, сіз бізге өзінде. Так, менің атым Қабдолова Аружан. Сізді қалай тапқанымды айтайын ба? Айта ғой. Негізінде біз мама екеуміз неге Польшаға түсейін деп аттық. Сосын мама айтты, неге Турцияға түспейсің деп. Сосын біз ютубтан, инстаграмнан қарай бастадық та. Сол кезде Блимстейшнның ютуб каналын тауып алдық. Сосын видеоларды қарап отырық. Сосын бір заманда мама сізді көріп қалды да. Мына қыз мен бір жерден көрдім дейді да. Мен танымаймын ғой. Оказывается, мама сізді дейтін мектеп оқып жүрген кезінде бір неде тұрсыздар да, корпуста. Иә, баяда корпус. Ол кезде вообще жоқпын ғой. Ну, вот видишь, земля круглая дейді ғой. Енді маман енді менің үлкен ағаларымен құрдас қой. Былайша айтқанда, енді шыны керек, когда маман жазған кезде мен таң қалдым енді. Мен кішкентай болдым ол кезде. Бірақ видите, адам қанша жыл өтсе де енді уақыт дейтін таныстық деген всегда байланысты үзбейді ғой. Сол арқылы қазір маман, ол кезде маман әжесі болды. Вообще, көрдің бе, уақыт зымырап, қазір
енді саған келіп тұр да уақыт деген керемет. Ой, қызық, сөйтіп маман звондады, содан сөйлестік. Енді сосын ұнады ма Блимстейшн вообще? иә, негізінде мен басында Турцияға түсемін деп вообще ойлаған жоқпын. Сосын каждый раз сіздердің историяларыңызды көремін ғой, прямой эфир, қашан кетемін деп отырамын ғой Турцияға. Апай алып кетіңіз деп прям. Сен сестренкаңда 9 бітіреді да, биыл Құдай қаласа. Иә. Да, бұйыртса, енді сен келгеннен кейін Арука сестренкаң да келеді. Сида өзіне ұнай ма жалпы Блимстейшн Түркия, вообще Сакария университеті саған мотивация бере алып жатыр па біз? Ja, апай, мен каждый раз көрген сайын кәдімгі тез кетсем екен деп отырамын деймін. Көрген сайын прям каждый раз ғой апай. Ой, рахмет күнім. Сен Арука басқа достарыңа кеңес берер ме едің осындай Блимстейшнді таңдауға? Аника достарым көріп отыр апай. Ой, керемет. Барлықтарыңызға сәлем. Мен де өзім Атыраудамын, Аққыстауда тұрдым. Өзім ата-анам, өзім сол жақта. Енді қалай айтайын? Сенімді ме екен, Арука, сенуге бола ма екен? Ja, 100% сенуге болады. Біз танимыз бұл апайды. Видео негізі ютубта каналы бар апайдың, көрулеріңізге болады, Блимстейшн деген. Ой, это Блимстейшн блогер болып кеттік қой. Дәурен ағаймен. Дәурен ағай, көбінде Дәурен ағай интервью алады. Иә, қазір Дәурен ағаларың Қазақстанда, сол себепті осы жақта енді жасап жатырмыз. Дәурен ағай айтады, Нұргүл апай істейді. Сол басқа да команданың сыртында Юсуп бар, Рау бар, басқа балалар бар. Енді бұйыртса толыққан таныстыратын боламыз. Келгеннен кейін көресіздер, бір-бірлеріңізге аға, бауыр, әпке боласыздар. Сол себепті айтады ғой, тек қана келу деген мына жақта мақсат оқып қана емес, бір үйдің баласындай ауызбіршілікті ұштастырып, бұйыртса ертең күні барлығыңыз ел басқаратын үлкен тұлға боласыздар. Сол себепті осы сыйластықты не дейді қазақша, байланысты үзбеу керек қой, одним словом. Сол, Арука, довольсың да, главное. Да, еще андай дейтін, много национальный люди оқиды да бір-бірімен. Сол жақсы, бір жаны басқа елдің адамдарымен, только қазақ емес, сонысы жақсы. Вот, көрдіңіздер ме, достар? Осылай, Арука, сен довольсың, ең басы, иә? Сен спортсың да, сен баскетболист или волейболистка? Баскетболист. Керемет. Так что, бұйыртса, Түркияға келіңіздер, Арука керек па, Ерасыл керек па, біздің Айдан, Наз. Жаңа мен әлі мынақты запрос көп келіп жатыр. Сол себепті қазір байқап отырған біздің өзіміздің тіркелген балалар. Сол себепті әрқашан мархабат, келіңіздер, көріңіздер, қорықпаңыздар. Сида шетелде тек қана байдың балалары оқу керек деген стереотип жоқ. Бағасы нормально негізінде. Біздің Алматыда оқыса да сондай ақша кетеді, по-любому. Даже көп кетуі мүмкін. Анда жазып отыр, барғым келіп жатыр деп адамдар. Келіңіздер. Да. Мен көрсетіңіздерде, Арука. Да, бұйыртса тур болады, кампингтер болады, неше түрлі. Сол себепті дайындалыңдар, Арука, бізде жақынға келеміз. Так что, алға. Давай, Арука, үлкен рахмет. Сау болыңыз, апай. Пока, жаным. Сау бола ғой. Сау болыңыз. Вот, достар, көрдіңіздер ме? Міне барлығы шынайы. Арука, жаңа Ерасыл, Наз, Айдана. Қазір біздің Наз бен Айданды қайтан қосамын. Көресіздер өздеріңіз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мархабат. Тағы, мына жақта мен қабылдап үлгере алмай жатырмын тіпті. Қазір Айдан. Так. Жалпы ұнап жатыр ма сіздерге эфир? Осындай эфирлерді жиі істейтін боламыз. Айдан! Айдан, жаңа сен үзіліп кетті сенімнен. Давай, кеттік жалғастырамыз. И потом? Сол айтып жатқаным жалпы жаңа несіне беретін. Қалай кезіктіргенімді айтып жатырмын. Мен жаңа зарядым өліп қалып кемшімеңіздер. Ничего. Жағы қазірмін. Орын бізде орын қалды, 36 орын қалды. Дәурен ағайларыңыз мына жауап беріп жатыр автоматты түрде. Да, кеттік, Айдан, сен колледж бітіріп келдің, өзің жүрек қалауымен журналистикаға қалап жатсың, да? Кеттік ал. Мен өзім жалпы негізі гуманитарлық жағына жақын болғандықтан,
өзім гуманитарный сөйлеуді сондықтан жазатын адам. Сондықтан мен журналистика жағын больше өзіме қалады. Бірақ мен до этого актерскийде оқығанмын өзім, актер жүрген колледжінде. Сол жерде оқып бітіріп, 3 жыл колледж бітіріп, мына білім Айдан, дауысын естілмей тұр. Айдан, дауысын естілмей тұр. енді қазір Енді жақсы естілді. Давай, Айдан, сен бір орында отыр, а то дейтін дауысын естеп жатыр. Айдана біздің Шымкенттен. Сонымен жаңағыдай айтып жатқаным, енді естіліп жатыр ма досыңыз? Енді естіліп тұр, Айдан. Жаңағы айтып жатқаным, мен өзім актер шеберлігін бітіргенмін жаңағы колледжде. Мен негізінде неден интернетте ютубтан тапсақ депші, ютубтан сіздердің алдыңғы прямойларыңызды көріп қалғанмын да. Сол жерден тапсақ қарап отырып. Керемет. Вот видите, достар, біздің әрбір эфир, әрбір біздің сұхбаттарымыздың барлығы сіздердің пайдаларыңызға жарап жатқанда біз өте қуаныштымыз. Сол себепті мархабат. Енді Айдан, жалпы сені шабыттандыра ма Білім Station, айтшы? Сен әлі Түркияға келмедің? Иә, өте шабыттандырады. Иә, өте шабыттандырады. Өйткені особенно Сакария қаласының табиғаты деген жап-жасыл прям. Сізді жеке негізінде сізбен өзіңізде сөйлесеміз WhatsApp'та. Әрине, оның бәрі шабыт, мотивация. Қарап отырып прям барғым келеді. Жаным, бұйыртса енді тіркеліп қойдың Айдан, достым. Иншалла азғана уақыттан кейін бұйырса көрсеміз, бұйырса келесіздер Сакарияға. Қазір енді өте керемет. Сакарияның табиғаты Алматымен бірдей ұқсай ма? Алматыда тау бар, мына жақта да тау бар. Доға дейді ғой, табиғат енді шыны керек өте керемет. Стамбулда сол себепті оқығың келмейді, Айдан, айтшы, саған Сакария больше ұнайды. Стамбулда өйткені бар емес пе, мен бір жағынан Алматыда оқығаннан кейін, былайша айтқанда, расходы дейді ғой, мысалға, ол өте көп кетеді. Мысалы, мен өзім 630 мың төлеймін жылына негізінде. Сондықтан ол өте прям, былайша айтқанда, 2 жылдық оқудың ақысы негізінде. Қазір Қазақстан, басқа Түркияда мысалға. Сондықтан бір жағынан расходы, одан бөлек 630 мыңнан былай жүріп тұрудың өзі өте қиын. Сол се. Мұны көрдіңіздер ме? Айдан сен, например, бізге айтады, ой, например, Білім Station услугасы сенуге бола ма, неге андай қымбат, андай. Например, сен уже оқығаннан кейін, сол ақшаны төлеп көргеннен кейін өзіңнің тәжірибемен сүйене көре айтып отырсың. Осы біздің услугаларымызға стоит па жұмыстарымыз? Иә, стоит, конечно. Одан бөлек сізге артық мотивация беріледі, өте көп деген сөздер. Нұргүл апайдан өзінен алсаңызда болады, артық мотивация. Лично өзіме қатты ұнайды, прям әңгімелескен. Содан кейін одан бөлек әр нәрсе бұл өмірде тегін келмейді ғой, ешқандай нәрсе. Сондықтан өзінің судың да сұрауы бар дейді. Сондықтан стоит деп ойлаймын. Ешқандай теңсеңіздер болады, ол өздеріңізге болашақта плюс опыт. Қазір, бір минут. Өйткені өмірде сіздерде жаңа табыстықтар болады, бұл деген опыт сіздерге, өздеріңіздің кругтарыңызды развивать етесіздер. Мен көршім келіп қалды, көршім. Мене жатақханадамын ғой қазір бұйыртса. Мен, например, магистратура оқып жатсам да, мен өзім жатақханада тұрамын. Сол себепті жатақханалардың услугалар ұнады ма Айдан саған? Иә, жатақханалар шынымды айтсам, андай бір кіші гостиницалар болады ғой, неде? Бізде мысалы ондай условия көрмегендіктен былай шыны керек. Иә, біздің Қазақстандағы сен өзің жатақханада тұрдың ба, әлде үйде тұрдың ба Алматыда? Мен жатқан жоқпын ба негізі? Жоқ, Айдан, нормально. Мен жаңа көршім келді, сонымен есеп қалғам. Так, кеттік.
Так, кеттік. Сол негізі иә жатақханада тұрдым өзім 3 жыл колледжде. Жатақхананың жүрген услугасы қандай еді? Осында Түркиямен салыстыруға келе ме? Бізде енді өздеріңіз білетіндей енді так енді нормально не қатып тұр дауыстар не то не нормально айта бер кет жүрген несінде жалпы колледждің несін мен өзім академияда жатақханада тұрмаймын, негізінде үйде тұрамын. Өйткені жатақхананың условиясына қойып біттім. 2 жыл қатарынан тұрғанмын неде. Жүргеновтың общагасында. Иә. И сондықтан жаңағы тура кәдімгі жалпы айтқан кезде жататын жері тамағын алатын болсақ, негізінде 40-30%. Беретін еді негізінде. Өйткені біз қосымша одан бөлек басқа жерде тамақтап жүрдік. Өйткені тамақтар былай то сухомят газеті осы нәрселерді. Былайша общаганы салыстырған кезде ол деген Қазақстанның деңгейін бұл бір жағынан өкінішті деп ойлаймын. Айдан, сенікі вообще андай кесіліп естіліп жатыр, кесіліп. Может, синий зарядка, например, из-за этого? Енді. Вот енді жақсы. Так. Енді нормально. Дауыс, так. Я зарядкада тұрған ғой, жаңағы талып шығып кеткен. Все-таки Айдан не то болып тұр. Так, Айдан, давай сен зарядканы толтырып ал, мен басқа қыздарды қоса берейін, иә? Ең дұрыс. Әлде барлығын естіп. Да, что-то не то болып тұр. Солай Айдан, рахмет жаным, үлкен рахмет, алтын уақытыңды бөліп кіргенің үшін. Өзіңе де бұйыртса алдағы уақытта көргенше. Пока, Айдан. Что-то Айдан не то, и зарядкасы да. Үшінші мәртебесін шықты. Осыншы мәртебесін шықты. Иә, үшінші мәртебесін не то. Да, Айдан, көріскенше. Пока. Так, достар, өздеріңіз көргенде Айданда зарядкасы отырды, одан қалды телефон дауысы естілмеді деген сияқты. Енді кеттік басқа достарды қосайық. Так, қазір. Нәрге запрос жібере беріңіздер маған, мен қазір соған қарап қоса берейін. Так, мына жерде біздің Наз. Наз, запрос жібере беріңдер. Так, мына жерде мен қазір қарайын. Запрос тастай беріңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Так, қазір мен Назды қосып жатырмын. Ой, Наз, сәлем. Саламатсыз, апай. Қалайсың күнім, қалың қалай? Жақсы, апай, қалайсыз? Рахмет, жаным, рахмет. Біздің математик қызымыз ғой, біздің математик қызымыз. Көргенде қуаныштымын, апай. Рахмет, жаным, мен де қуаныштымын. Қалайсың, Наз, қалың қалай? Жақсы, шүкір. Қай қаладансың? Өзімді таныстыратын болсам, мен 11-ші сыныпты бітіріп жатқан түлекпін. Алматы қаласында тұрамын, туған жерім Шымкент қаласы. Сол Түркияға түсу менің арманым десем де болады. Яғни қазір мақсат қой, оны бітіріп шығу маған арман.
сол жақты бітіріп шығып ол жақтың білімін алып бүкіл өзімнің білімімді барлығына көрсеткім келеді, паш еткім келеді. Сол сіздің мотивацияңыз ұнайды өте қатты апай маған. Рахмет жаным, рахмет. Ең басты главное ұнаса, пайдаларыңызға жарап жатса, бұл үшін үлкен жетістік. Так, жалпы Айдан, ой, Наз, қалай таптың? Айока бар еще, сенің подругаң, да? Иә. Так, мен бір күні мамамен жұмыста отырамын. Өзіме университет таңдап отырамын Қазақстанда. Әлі білмедім қандай түсетінді. Сөйтіп таңдап Инстаграмға аяқ астынан кіріп келемін, сіздер новосидан шығып қаласыздар. Мен қатты қуанамын апай Түркиядан маған осындай не келгеніне. Аллахтың өзі жіберіп тұрғандай болды да маған осы сіздерді, сондықтан сіздерге түсуді армандадым. Рахмет. Это Айокаға сен или екеуін бірге таптыңдар? Жоқ, мен жақын досым болғандықтан оған сіздер выгодно болдыңыздар да, сондықтан ондай жақсылығы жүргенін қалап сіздерге айттым оны, что менімен бірге барсыншы деп. Ой, Айока здесь, апай дейді. Айока, қалайсың? Вот. Өте керемет. Айдан, ой, сен физика, математика мектебінде оқып жатырсыздар, да? Вот. Сіздердің таңдап жатқан мамандықтарыңыз өте ең қиын мамандықтардың бірі, өте керемет. Зато екінің бірі таңдай бермейтін мамандықтардың бірі. Сол себепті мен физика математиканы бітірдім, мен оқып жатқан жоқпын. Бітір, не? Ой, бітті, ой. Кешірім, 25 май өткен екен ғой. Так, жалпы ұнай ма Айдан? Ой, Наз, өз видеолар, жатақханаларды көрдіңдер. Қаншалықты шынайы білімстейшін? Апай, мен сіздер кездестіргеннен бастап, әлі күнге дейін сіздерді қайта-қайталап көре беремін. Ютубтан, или там Инстаграм болсын, сіздің страницаңызды оқи беремін. Сіздерге 100% сенуге болады, алдамайсыздар ешқашан. Яғни керек сенім, ең бастысы. Вот, үлкен рахмет, жаным. Көрдіңіздер ме, бізде уже балалардың бәрі тіркелді. Аттарын шатастырамыз. Я постараюсь бәрін аттарын жаттауға. Себебі әрбір бала өзінің бір ерекшелігі бар. Мына Наз физика, математика деп білеміз. Айданды әнші қызымыз, біреу спортсменка, біреу суретші, біреуі не деп енді. Әр баланың өзінің бір таланты бар. Сол сияқты көрдіңіздер ме, әрбір балаға, әрбір біз андай как клиент ретінде емес, өзімнің студентім, оқушым ретінде қараймын. Осы жерде сіздердің әрқайсыңызға біз жеке подход дейді ғой, осыны көрсетуге болады. Сол, Наз, удачи, қайырлы түн күнім. Енді Айоканы алайық, Айока күтіп шығар. Давай, жаным. Сау болыңыз, апай. Так, достар, запрос тастай беріңіздер. Мен сіздерді қабылдаймын. Себебі мына жерде адам көп, енді мен жалғызбын. Интернеттің ақаулары да болуы мүмкін сіздерде. Барынша мы постараемся. Так, кеттік. Назерке бұйырса Түркияға оқығалы жатыр, сол себепті. Енді кейбір адамдар түсінбей жатқан шығар. Так, кеттік қара. Аслан. Ой, Аслан. Сәлеметсіз, апай, қалайсыз? Қалайсың, жаным, қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Рахмет, күнім, рахмет, жақсы. Аслан, кеттік, енді өзің таныстыр, қай қаладансың? Есімім Аслан. Ақтөбе қаласында боламын, Аслан. Сіздерді ютубтан таптым, жазғам, Турцияда оқу деген сияқты. Сосын сіздердің сұхбаттарыңызды көрдім. Сөйтіп инстаграмдарыңызды тауып алдым. Сол жақтан актуальныйда барлығы тұр, сияқты универ жайлы, жатақхана барлық. Сөйтіп сенім болды да уже сіздерге. Сөйтіп сіздерді таңдап, сіздерге оқуға тапсырдым бұйырса. Солай. Аслан, жалпы біздің инстаграмда түсінікті ме ақпараттар? Иә, бәрі актуальныйда бірінен соң бірі. Түсінікті ме жалпы барлығы қараған кезде, бір қарағанда инстаграм түсінуге бола ма ақпараттармен? Иә, мамандықтарда тұр, историяда, актуальныйда барлығы көрсетіліп тұр. Жатақхана, университет, қалай погода, андай, природа, бәрі. Солай. Сөйтіп, біздің Аслан да Ақтөбе қаласынан. Иә, Ақтөбе. Сол себепті көрдіңіздер ме, біздің қазір Наз керек па, Айдана керек па, Аружан керек па, Ерасыл керек па, ойбай, уже қымбат керек па, барлығы уже тіркелген балалар. Сол себепті қазір бір-бірімен танысып жатырсыздар. Жалпы эфир ұнап жатыр ма, Аслан? Әрине, ұнап жатыр, иә. Керемет. Бұйырса оқуға.
вот Ақтаудан бұйырса барлықтарыңыз бірге дос боласыздар. Бұйырса, иә. Сол себепті сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Удачи күнім онда, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз, иә. Үлкен рахмет жаным, осылай эфирге кіріп, қонақ болып жатқандарыңыз үшін рахмет сізге де. Сау болыңыз. Сау бола ғой жаным. Так, қымбат Айока, запрос жасай беріңдер. Тағы да запрос жасай беріңдер, мен қабылдап ала қоямын мына жақтан. Я бұйырса бірге келесіздер, бірге қыдырамыз, әдемі сәттеріміз, естеліктеріміз көп болады. Сол себепті әрқашан мархабат. Так, кеттік мына жақта. Так. Аманғали, так, қымбатты кеттік. Так, мына жақта Саламатса Түркия бурсларым оқуға түскенде бірінші жылы ағылшын тіл. Ой, қымбат, сәлем, қалайсың күнім, қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Рахмет жаным, рахмет. Эфирге қош келдің. Енді қалай айтайын, живой шай бермесем де осылай шай берейін. Рахмет. Бұйырса живой шай ішуге жетейік, алла қаласа. Енді жолдар ашылып барлығы өз ретіне келге жатыр ғой. Өте керемет. Так, қымбат жаным, кеттік. Астанадамсың, иә? Қай қаладамсың? Өзің қазір өзіңді таныстырып өтсең, қалай таптың деген сияқты. Менің атым Қымбат, мен Астана қаласынанмын. Ең бірінші Инстаграмнан сіздерді таптым. Сосын мамама айтқанмын. Бірақ енді ағаларыма, папаларыма айтуға қорықтым. Содан айттық. Айтқаннан кейін барлығы келісті бізге. Барлығы келіскеннен кейін сол сіздердің видеоларыңызды барлығымыз отырып қарап, сосын сіздерге запрос тастадық. Так, Дәурен ағамен сөйлестіңіздер. Сіздерге ақпараттың барлығын толыққанды түсіндіре алдық па? Жалпы біздің Білім Стейшн сіздерге қаншалықты мотивация беріп жатыр? Иә, барлық ақпаратты біз өзіміз мамам да жазып, мен де жазып сұрап алдық. Және де мен бұрыннан Турцияны қарайтынмын, және де өте керемет қала, шынымен де. Менің сол осыны көрген кезде қатты қуанып барғым келетінін айттым. Керемет, керемет. Сен достарыңа кеңес берер едің, Қымбат? Иә, кеңес берем. Бұл өте керемет мүмкіндік деп айтсам болады. Қазіргі қазақстандық жастарға, оқығысы келетін жастарға кеңес берер едім. Өте қуаныштымыз. Солай жан, үлкен рахмет. Осылай эфирге кіріп, қонақ болып жатқаны. Інжу сәлеміні тағы да Астанадан біздің студенттеріміз, өзіміздің шәкірттеріміз, так, оқырмандарымыз. Рахмет жаным, мамана сәлем айт. Бұйыртса көріскенше күн жақсы. Жақын арада кездескенше сау жаным. Вот, не, достар, көрдіңіздер ме? Барлығы біз уже оқырмандардың барлығы танимыз, білеміз. Нәрге тағы да запрос тастарыңыздар, мен сіздерді қабылдап алайын. Нәрде Аманғали бар, Наз бар, кеттік. Оппа. Так, мына жерде Ақтау, да, кеттік. Ой, Мерхан. Сәлем. Қалай апай? Рахмет жаным, жақсы, өзің қалайсың? Шүкір Алла деп апай, далада жүргем. Ой, Ақтаудың әдемі тердің. Сәке апай, обязательно кіремін дедім ғой. Сәке обязательно кіремін дегем, енді далада жүріп жүріп. Неше, қайдан қонақ болғанына. Енді біздің Аманғали кеттік, өзіңді таныстыр, қай қаладансың, кімсің, кеттік ал. Қарашы енді қысқадан таныстырайын өзімді. Мен Аманғали Мерхан, Ақтау қаласынан боламын, 14 мектептен. Осы Түркия мемлекетінен түсіміме енді екі жылда енді қарадым енді. Стамбулды қарадым, осы Сакарияның бірінші қараған уақытында мен барғым келіп, сояққа эмоциям ашылды енді. Сояққа түсім үшін сіздердің арқаларыңызда деп білем. Видеодан, ютубтан қарағым. Енді Стамбулда 2 жыл қарадым, менде Мармара университеті бар, Анадолу бар, жалпы Сүлейменнің университеттері бар. Одан мен ютубқа кіргем, жалпы
Стамбулдардың видеоларын қарап қанда, Дәурен ағайымыздың бір видеосын қарап қалған, университеттің бір Айдана деген бір қыз бар екен, соның бір видеосын қараған. Иә. И одан Түркияға баруға қалай алып келетін сағаттардан 5 сағат дегендей тіл үйрену үшін еркін түрде 5 сағат соның барлығын қарап қандақтында сіздің енді видеоларыңызға қараған болатынмын, Сакария университетін таныстырып жатқан. Сол кезден бастап білдім енді, сен қандай екеніңізді, жалпы қандай эмоциялық, жоғарғы адам екеніңізді білдім енді. Қазір енді бұйырса Алла қаласа оқуға түсеміз дейтін жайт бар, сіздермен осы білім стейшн арқылы. Қалай десем болады, бір бағасы дейтін Сакарияда шындық баға ғой, ең арзан десем болады. Себебі неге мен Ақтау мен Алматының университеттерін қарағанымда жалпы салыстырып неше мың кетеді, оның барлығын қарай мысалға Нархоз бен Сәтбаевта 9 мың деп тұр туризм мамандығы. Ал Сакария университетінде 20 мың деген ақында мен шынымды айтайын, сенген жоқпын басымда кәдімгідей. Шындық баға ғой деп та. Одан кейін мемлекеттік университет болғаннан кейін 80% төлейді деген ақында мен кәдімгідей дедім кәдімгідей. Иә, сен папамен сөйлестік. Папаңда ол қалай. Иә, ол. Бүкіл емес, бірақ Сакария бағымызға орай осындай мүмкіндік сыйлап отыр. Үлкен рахмет Түркия мемлекетіне. Солай, жалпы өзіңе шабыт берді, білім стейшн, тіркелдің. Интернет қуат рапы. Жүда есін. Бұйыртса алда уақытта иншаллах Түркияға келіп, өзінің спорттық жолында жалғастырасың деген ойдамын. Қазір жаңағы Назерке болсын, Аружан болсын, Қымбат болсын, Аслан болсын, сіздер барлықтарыңыз біреудің баласындай уже бұйырса апай. Үлкен рахмет. Қазіргі қалай дейсің барлық қазақ жастарына қазіргі хасілік 2020 соларға айтарым, Түркияға егер оқығыларыңыз келсе, осы Сакария қаласымен бірге, білім стейшнмен бірге қалай десем болады, регистрация жасап уақытылы. Бұл неге өзінің уақыты бар, адам құрайды. Жаңағы айтқандай, ол жақта шектеу тек адам саны, ал қалғаны өзіңіз тек абсолютный хива не дейді ғой енді. Бұған енді өзінің тұрақты бағасы бар. Бұл енді осы Қазақстандағы ең арзан қалай десем болады, бір компаниялардың бірі десем болады. Себебі басқа компаниялар қарасақ бір 2 миллион, 1 миллион жарым деп қарадым енді. Шынды айтсам, сіздердің абсолютный хиванеңіз $2000 деген уақытында мен көзім вау деген отыр. Көзім вау деген уақытында ол ішкім келіп кетті. Үйдегілерге айттым, жалпы жібереміз деп жатыр енді. Екі жақтан да, екі тараптан да иә деп жатыр. Енді тек алып бұйырса уақыты келсе, түсуге дайынбыз. Спортқа да, спорт сектор болсын, қандай жағдай болсын, мен барлығына да дайынмын. Себебі мен үйдегілерге де кәдімгідей уәде бергем, сабақта барлығына да үлгерем деп. Нұргүл апаймен всегда сіздермен бірге хабарласам деп рахмет. Ой, керемет жаным, қобалжықты. Үлкен рахмет. Көрдіңіздер ме, достар, сіздер айтасыздар, неге услугаларын осылай. Сіздер зерттеп қарайтын болсаңыздар, қазір әркім сөз береді, уәде береді, бірақ сол уәдеде тұратын адамның саны саусақпен санарлық. Сол себепті әрқашан бізде сенім, әрине сапақ. Біздің Аманғалидың өзі де бір айдай оланды, көрді, ата-анасымен сөйлестік. Қазір біздің әрбір балалардың тіркелген ата-анамен де балалармен тығыз байланыста ол. Сол себепті біз ауадан алып отырған жоқпыз. Әрбір істеген ісімізге жауап береміз, сөзімізге. Сөзіміз қандай болса, ісімізде сондай сәйкес. Сол себепті сөздің емес, істің адамымыз. Солай, рахмет жаным, мұнда қайырлы кеш, үлкен рахмет. Көріскенше күн жақсы. Енді мұнақта біз балалар, басқа балаларды қабылдайын қонақ ретінде. Рахмет үлкен жан, рахмет.
көріскенше апай. Сау бол ғой жаным, сау бола ғой. Өте керемет. Так. Енді достар тағы да запрос тастаңыздар, мен қабылдаймын. Мына жақта біздің бауыр Әділет Бауыржанұлы, иә, қателеспесем. Одан кейін Наз бар, Айока бар. Мына жақта балаларымдар. О, Абушка, сәлем жаным. Кеттік ал, запросты көреміз. Так. Кеттім, так. Айгүл апа, үлкен рахмет, Аллах разы болсын жылы тілектеріңізге. Ой, Наз, қайырлы кеш жаным, қалың қалай? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Күнім рахмет, жаңа эфир сенде немесе менде үзіліп кетті, иә. Наз, кеттік. Көп сөзбай, өзің кімсің, қай қаладансың? Қазір білім стейшнға тіркелдің, жалпы кеңес берер ме едің? Қандай, например, білім стейшн несімен сені баурап алды? Кеттік. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Назерке. Мен биыл оқуға түсіп жатырмын. Алла қаласа, әрине, сентябрьдан бастап оқуға барамыз. Мен бұл негізі Түркияға оқуды мен 2 жылдай болған шығар, өзім ойлап жүргеніме, бірақ білім стейшнді кездестіргеніме көп бола қойған жоқ. Жарты жылдай болған шығар, егер өтірік айтпасам, енді точно білмей есімде жоқ. Оның өзін менің көршідегі қыз, менен кіші болса да, көршідегі қыздан білдім, Фаризадан білдім. Оның барғанын естігеннен кейін менің де желанием одан сайын, ниетім барлығы одан сайын ашылды. И одан сайын оқығым келді Түркияға барып. Енді биыл енді бисмилля деп жайлап көріп жатырмыз. Алла қаласа барармыз деген ниеттемін. Өзім енді колледж бітіріп, тапсырып жатырмын. Колледжді 2019-да бітірдім. Сол болашақта халыққа, елге, жұртқа көмектесе алатындай білім алғым келеді, шетелді көргім келеді, басқа кісілерге мүмкіндік ашқым келеді. Алла қаласа, бізде білім стейшнның бір бөлігіміз енді. Болашақта бізде сіздерді көріп жүрміз ғой, қалай жұмыс істейтіндеріңізді барлығын, қалай рекламировать етіп, Алла қаласа енді сіздердің бір бөлшектеріңізбін енді. Гүлнар қайда? Гүлнұр кішкене аллергиясы ұстап, ауырыңқырап қалып, шыға алмады, кеуіп тұрып жатыр. Жоқ, нормально. Так, сіздер ойлатқан шығарсыздар, Гүлнұр кім деп. Назерке мен Гүлнұр бір үйдің сұлу қыздары. Наздың және Гүлнұрдың мамаларымен тығыз байланыстамыз, сөйлестік. Өзім жолы көрмесем де біздің Фари бар ғой, біздің Фари, білім стейшнның. Сол Фаридің көршілері Алматы қаласынан осылай ата-аналардың сенімділігінің арқасында көрдіңіз. Ата-ана бір-біріне сенімді болмаса айтпайтын еді деген сияқты. Сенгеннен кейін, осылай сапаның бар болғаннан кейін, сенім болғаннан кейін аманаттап, тапсырып жатыр, сеніп жатыр. Сол себепті бұйыртса Гүлнұр мен Назды біздің қасымызда көруге өте қуаныштымыз. Алла қаласа жақын уақытта көрсеміз. Сол Наз, үлкен рахмет жаным, алтын уақытыңды бөліп, осылай балаларға жақсы өзінің қуанышымен бөлісіп жатқан үшін. Тек қана сәттілік бұйыртса көріскенше күн жақсы. Мамана Гүлнұрға сәлем айтжан. Рахмет, сау болыңыздар, қайырлы түн. Сау бола ғой. Так, кеттік, тағы да запростарыңызды тастаңыздар, мен қабылдаймын мына жақтан отырып. Сол жерде қалай айтады, балалар тіркелген балаларды алып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз, қаншалықты олардың шынайы екендігін, қалай бізді тапқан екендігін. Так, сол себепті мына жерде біздің тағы кім бар? Айока. Кеттік. Так, біздің балалар мына жақта кім екен? Так, қазір Раушанда қателеспесем. Да, запрос тастай беріңіздер. Сәлеметсіз апай. Қалайсыз? Рахмет жаным, жақсы өзің. Менде камера жасамайтын еді. Сосын кішкене шаршап тұрмын өзімде. Жарайды. Это бәрі простительно бізде. Мен енді өзім таныстырып өтейін. Атырау облысынан боламын мен.
осы білім стейшн тапқаныма бір аптадай болды. Мен негізі әлеуметтік желіні дейтін белсенді қолданбаймын, әлеуметтік желіні. Сол осы бір апта бұрын кірген Инстаграмға. Сосын лентамда шығып тұр білім стейшн деп. Ішіне кіріп қарап көрдім. Сосын өзім мамандығым негізі финанс таңдайын деп жүргем. Сосын финансына кіріп қарасам, 140 000 теңге дейді. Қалай деп ойладым да басында, қалай вообще деп. Сосын мамаға айттым, сосын екеуміз ютубқа кіріп, сіздердің каналдарыңызды қарадық, Дәурен ағайдың түсірген видеоларын қарадық, бәрін талдап шықтық. Сосын кімді көріп қалдық біз? Гүлжанар апайды көріп қалдық, біздің махаттағы. Сосын мама дейтін басында бүйтіп ойлап тұрды, что-то таныс адам деп. Сосын артынан мән берген жоқпыз. Сосын сізбен хабарластық, сізбен сөйлестік. Сізбен сөйлескеннен кейін вообще андай не болып қалды. Түркияға барғым келіп қатты. Енді Түркияда оқудың плюстары өте көп негізінде. Біріншіден ол түрік тілін үйренеміз. Мысалы, Қазақстанда оқысақ, біз тек қана қазақ тілінде білім аламыз, ал Түркияға барсақ, біз түрік тілінде үйренеміз. Мысалы, көптеген елдерден келеді. Енді Түркия дейтін Еуропа мен Азияны қосып тұрған ел ғой. Теңіз бар. Сол маған өте қатты не істеді. Әсер қалдырды. Шок дейді ғой. Сол қалдырды өте қатты ұнады. Сол біз мама дейтін Гүлжанар апайды көргеннен кейін, вот, все, түсесің деді ғой. Сол сеніп, соған түсейін деп жатырмыз енді. Алла қаласа. Көрдіңіздер ме достар, бір аптаның ішінде шешім қабылдады. Қаншалықты адамдар өзінің таныстарын көру арқылы, осылай видеолар, қазіргі біздің бүгінгі болып жатқан эфирімізде ертең күні басқа балаларға мотивация болатынына, басқа балаларға пайдалы ақпарат болатынына 100% сенімдімін. Сол себепті бұл эфирді өткізуді жөн көрдік. Рахмет жаным, мұрау, осылай кіріп, Қазақстанда уже түн болды ғой, соған қарамастан кіріп, уақыттарыңды бөліп жатқандарың үшін үлкен рахмет. Мамаңа да сәлем айт, өзіне жақсы қара, сау бола ғой. Рахмет, қайырлы түн күнім. Сау болыңыз апай. Қайырлы түн. Сау болыңыз. Так, тағы да кім бар? Эфирге қосылатын запростарыңыз тастаңыздар, көрейін. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін. Жалпы ата-аналардың жылы лебіздерін көріп жатырмын. Үлкен рахмет сіздерге, Аллах разы болсын. Осылай біз сіздердің сенімдеріңізді ақтау үшін қолымыздан келгенше бар жұмысты жасаймыз. Мына жерде мен алғыс айта кеткім келеді. Осы Дәурен мырзаға да, Дәуренге. Себебі осы кісінің Дәуреннің енді видеоларын көру арқылы балалардың барлығы шабыттанып мотивация алып жатыр. Осылай біздің аяқта кеттік. Жоқ жаным, қобалжыма, өте керемет болдырау. Балапан дейтін, біздің Раушан деген тәтті қызымыз. Ой, сәй, қалай. Барлықтарыңызға сәлем. Менің аты Жансая болады. Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында тұрамын. Осы жылғы түлекпін. Алла қаласа осы Түркияға оқуға түсейін деп жатырмын. Ой, Дана апайдың бұл ақылдық уже ата-ана Айша апай, Дана апай. Да, кеттік Жансая қаласынан. Айтатын білімізді. Жалпы осы әлеуметтік желіде, Инстаграм арқылы осы білім стейшн парақшасын көріп қалдым да. Сосын ішіндегі барлық видеоларды қарап шықтым. Өзіме ұнады. Сосын өзімнің негізі шетелде оқу арманым болатын. Оның ішінде осы Түркияда оқу. Осы видеоларды қарап, қауіпсіздік жағын, жатақханасын бәрін қарадым. Сосын өзімнің ата-анаммен ақылдаса келе осы Сакария университетіне түсуге шешім қабылдадым. Өте керемет. Енді сен айта аласың ба жаным? Сіздің даусыңыз естілмей қалды. Кеттік енді. Жалпы Дәурен ағаймен папаңда сөйлесті. Менімен что-то мен даусым өзіме қайтадан естіліп тұр. Айта беріңіз, енді естілді жақсы. Так, кеттік. Қаншалықты білім стейшн сенімді деп айта аласың жаным?
енді 100% сіздерге сенеміз, өйткені өздеріңізде жаңағындай сіздер арқылы түскен балалардың да жалпы видеосында көріп отыр осы Инстаграм арқылы прямой эфирге де шығып жатыр, сіздермен түскен балалардың ата-аналары да өздері де ол кісілердің сөздері бойынша да ата-аналардың алдындағы айтқан сұхбаттарында көрдім. Сол сұхбаттарына, сөздеріне келе сіздерге сенуге болатыны өзімнің де көзім жетті, және де мен өзімнің болашақта достарыма да осы Білім Стейшнді айтып жүремін. Бүгін сендер Білім Стейшнға тіркелген балалар бір-бірлерді көріп жатсыздар да. Сол кезде өзім бір қызық сезім болды ма, қазір аяқта сақтай өтеді. Аяқта Назерке бар, Қымбат бар, Раушан бар. Енді барлық балалардың енді бәрін көріп жатыр өздерінде. Жаңағы балаларды көріп жатырмын, енді біз енді ғана танысып жатырық қой бір-бірімізбен. Болашақта енді оқуға түскеннен кейін бәріміз бір-бірімізбен жақсы араласып кетемін деп ойлаймын. Жалпы тек осы Қазақстан түкпір-түкпір ғана емес, болашақта осы шетелде де қаншама достарымыз болады деп өзім де ойлаймын. Жалпы осы менің өзі үлкен мақсатым осы жақсы білім алып, шетелден білім алып келіп, Қазақстанға өзімнің үлкен бір зор үлесімді қоссам, жалпы айтқанда осы келер ұрпақ біз, яғни жақсы білімді болып, осы Қазақстанға үлкен зор үлесімізді қоссақ, нұр үстіне нұр болушы еді. Өте рахмет, жаныңыз, мама-папаңызға сәлем айт, осылай кіріп, әдемі сұхбатпен бөліскені үшін өзіне рахмет айтамын. Сау бола ғой, бұйырса көрген күнім. Сізге де көп-көп рахмет, осы бізді шетелде оқуға мүмкіндік беріп жатқандарыңызға. Рахмет, жан, рахмет. Алла разы болсын бәріңізден. Жақсы. Сау бола ғой. Мен неге... Так, үлкен рахмет, барлықтарыңызға өте керемет. Бұйырса қазір эфирді сақтаймыз. Көріп тұрсыздар ма, мен өзім сізде, енді білмей, эфирдің ар жағында сіздер қандай болып жатырсыздар, мен өзім прям дуйгланып дейді ғой, қобалжып, прям күшті болып отырмын. Себебі осылай істеп жатқан еңбегіміз зая кетпегендігіне, осылай әрбір балаларға, болашақ жас ұрпаққа пайдалы болғаным үшін өте үлкен рахмет, Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз. Өте керемет, енді барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді Қазақстанда уже біраз уақыт болған шығар. Сол себепті сіздерде ұйқыларыңызда қиып мазаламайын. Сол эфир барынша пайдалы болды деген ойдамын. Алдағы уақытта бұйырса тағы да эфир өткіземіз. Сол көріскенше күн жақсы, келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар. Бұйырса эфирді сақтаймыз міндетті түрде.